Абай облысының әкімі Нұрлан Нұрынхаев Курчатов қаласына сапармен барды. Сапар барысында аймақ басшысы бір қатар нысандарды аралады. Нұрлан Нұрынхаев ат басын бұрған алғашқы нысаны Курчатов қалалық ауруханасы болды. Қазіргі таңда ауруханада жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Аурухананың бас дәрігері Дәурия Садыбекова 4 қабатты ғимараттың айналасы жарықтандырылмағанын және кадр тапшылығы мәселесі бар екенін жеткізді. Больницаның артында да алдында да освещение, мынау совет замандағы мүлде қараңғы, освещение жоқ. Освещение өзіміз жасаймыз. Деньги выделим с местного бюджета. Сонымен қатар Нұрлан Тельманұлы Курчатов көп саулы пайдалану кәсіпорын номері 1 қазандығында болды. Кәсіпорын директоры Арман Тоқбақов облыс әкіміне қаланың жылыту жүйесі бойынша ақпарат берді. 2016 жылы 5,13 миллиард теңгеге жаңа қазандық салу жобасының техникалық экономикалық негіздемесі мен құжаттамасы дайындалған. Алайда бұл жоба қаржыландыру көзінің болмауына байланысты жүзеге аспай қалған екен. Бұдан кейін аймақ басшысы Курчатов водоканал мекемесінің сүзгі сорғы станциясына барды. Бұл станция 1968 жылы салынғандықтан бүгінде тозығы жеткен. Сондықтан күрделі жөндеуге сұранып тұр. Мамандардың айтуынша, үздіксіз сумен жабдықтау үшін федералды салық қызметін жаңғыртуы қажет. Ал тұрғындардың сөзіне сенсек, құбырдан алынатын су таза болғанымен, жөндеу жұмыстары кезінде халық 3 күнге дейін сусыз отыруға мәжбүр екен. Сүзгі сорғы станциясынан кейін Нұрлан Тельманұлы 120 орындық Тополек балабақша ғимаратын жаңғырту жұмыстарын барысымен танысты. Мұндағы жөндеу жұмыстары барысында ешқандай қиындықтар кездеспеген. Радиал Лимитер жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Владимир Лидің айтуынша, ғимарат осы жылдың қыркүйек айында қолданысқа беріледі. Сондай-ақ Нұрлан Нұрынхаев ядролық технологиялар паркі акционерлік қоғамы жұмысымен танысты. Бүгінде ядролық парк суды 5 жылға дейін ұстап тұра алатын өнертабыс ойлап тапқан. Қазір бұл жобаны ауыл шаруашылығында қолданып жүрген шаруашылықтарда бар дейді парк төрағасы Александр Николаевич. Курчатовқа сапары барысында облыс әкімі Нұрлан Нұрынхаев қала тұрғындарымен кездесті. Кездесу барысында жер, су, рухани мәселелер көтеріліп, қала тазалығы сөз болды. Мемлекет басшысының қабылдауында болғанда Курчатов қаласына ғылым қаласы мәртебесін беру туралы ұсыныс айттым. Президент біздің ұсынысымызды қабыл алды. Бұл мәселе мәжіліс пен үкімет мүшелері қатысқан жиында да талқыланып, арнайы хаттамаға енді. Сол себепті қала әкімдігі облыс әкімдігімен бірлесіп тиісті ұйымдастыру шаралар шешу керек. Атқарушы органдардың жұмысы мемлекет басшысының жаңа Қазақстан жаңарудың жаңғыру жолдауында қойылған міндеттерді іске асыруға, сондай-ақ мемлекеттік және өңірлік бағдарламаларды орындауға бағытталған. Кездесу соңында облыс әкімі тұрғындарды толғандырған сауалдарға жауап берді. Сонымен қатар жеке және заңды тұлғаларды қабылдады. Кездесу аяқталғаннан соң аймақ басшысы Курчатов қаласындағы ұлттық ядролық орталықтың жұмысымен танысып, Курчатов ғылыми қала тұжырымдамасы аясында ұйымдастырылған жиынға қатысты. Курчатов ғылыми қалашығының одан әрі дамуы ғылыми бағыттармен байланысты болуы мүмкін деді ұлттық ядролық орталықтың бас директоры Ерлан Батырбеков. Өз сөзінде Нұрлан Нұрынхаев Курчатов қаласында еліміздің ғылым саласын дамыту бойынша университет ашылатынын жеткізді. Осы аудан ауруханасы қазір таңда өзіңіз көріп отырсыз, күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Екінші этажда жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді алдында тағы да 3-4 этаждар жұмыс бітеді. Осы облыстың бюджеттен қаржы бөлінді. Жаңағыны қала әкімімен де сөйлестім. Ауруханада болғанда бас дәрігеріне де айтқан. Содан кейін ол бір мәселені көтерген мәселесі ол сол ауруханаға жол салу мәселесі. Оны біз жөндейміз. Көздесін жобалау құжаттамаларын дайындап, жұмысын жасаймыз. 7 тамыз күні Абай облысының әкімі Нұрлан Нұрынхаев Бородулиха ауданы жұмыс сапарымен барды. Аймақ басшысы жергілікті шаруа қожалығында және Орлов кенішінде болды. Сондай-ақ ауданға қарасты 2 ауылда салынып жатқан саябақ пен хоккей алаңдарының құрылыс барысымен танысып, аудан тұрғындарымен кездесті. Облыс әкімі жұмыс сапарын аудандағы нысандарды аралаудан бастады. Нұрлан Тельманұлы ең алдымен Сәтенов шаруа қожалығына барды. Қызметінің негізгі бағыты мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығы және ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу. Семей, Шымкент, Өскемен қалаларының тұрғындарына
мақсатына аталған шаруа қожалығында өндірілген сүт, қаймақ, май, ірімшік, шұжық өнімдері бұрыннан танымал. Бүгінде шаруа қожалығының меншігінде 12 000 гектар ауыл шаруашылық алқаптары бар. Қожалық басшысы Ерлан Әмірбекұлы шаруа қожалығының техникалық жабдықталуын және өнімдерін таныстырды. Келесі кезекте облыс әкімі аудан орталығындағы жүзу бассейні бар дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысымен танысты. Іс-сапар аясында аймақ басшысы аудандық мәдениет үйінде халықпен кездесу өткізді. Кездесуде республикалық және жергілікті маңызы бар жолдардың сапасы, инфрақұрылымдық даму, сумен жабдықтау, ауыл шаруашылығы, жол және тұрғын үй құрылысын дамыту, жаңа жұмыс орындарын құру және халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға қатысты бірқатар мәселелер сөз болды. Бақытын еңбектен тапқан Бородулиха ауданы облысымызды азық-түлікпен қамтып, ауыл шаруашылық саласының дамуына үлкен үлесін қосып отыр. Бұдан басқа интернет, ауыз су, жұмыссыздық сұрақтары бар, оларды да шешуіміз керек. Себебі бұның барлығы ең алдымен халықтың жайы, халықтың өмір сапасы. Ол туралы үкімет отырысында президентіміз нақты тапсырмалар берді. Аудан әкімі Ахметқали Нұрғожин ауданның осы жылдың бірінші жартыжылдығындағы әлеуметтік экономикалық даму туралы баяндады. Бородулиха ауылында дәрігерлерге 3 пәтер берілді. Ауданның мәдениет саласы соңғы жылдары тұрақты дамып келеді. 34 мәдениет ошағы бар, 5 мәдениет үй, 6 ауылдық клуб, 1 аудандық және 21 ауылдық кітапхана, достық үй және 1 мәдени демалыс орталығы. Ауыл тұрғындары ауыз судың сапасына, мәдени орындардың жоқтығына, әсіресе жолдардың жағдайына шағымданды. Жарықтандыру мәселесі де көтерілді. Облыс әкімі аталған мәселелердің шешімін қарастыруда аудан басшысына тапсырды. Кездесуден кейін Нұрлан Тельманұлы азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Аймақ басшысының сапары Семей орманы орман табиғи резерватына жалғасты. Резерват 1968 жылы құрылған. Жалпы ауданы 52,767 гектарды құрайды. Жұмыстың негізгі бағыты ормандарды қалпына келтіру және орман өсіру, ормандарды өрттен, аурулар мен зиянкестерден қорғау, жабайы жануарларды қорғап қалу. Ұжыммен кездесуде қызметкерлер облыс басшысынан суару жүйесін ауыстыруға көмек беруді сұрады. Осыдан соң Нұрлан Ронхаев Жескен кентіндегі шығыс түстімет өндірістік кешенінде болды. Мұнда мыс полиметалл кені жабық тәсілмен өндіріледі. Облыс басшысы барған келесі нысан 1930 жылы пайдалануға берілген Белағаш ұн тарту комбинаты болды. Облыс әкімі Зенковка ауылындағы саябақтың құрылысымен де танысты. Саябақ шаруа құрлықтары басшыларының, жеке кәсіпкерлердің және ауыл тұрғындарының қаражаты есебінен салынуда. Қазіргі уақытта белгісіз солдат ескерткіші қалпына келтіріліп, 300-ден астам ағаш отырғызылды. Аймақ басшысы жұмыс сапары барысында келелі мәселелер көтерілгенін атап өтті. Нұрлан Тельманұлы аудан басшылығымен және облыстық басқармалармен бірлесе отырып, қойылған сауалдардың шешімі қарастырылатынын айтты.